Сәлеметсіз бе, құрметті оқушы? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абайды оқы, таңырқа. Біз сізбен бүгін оқылым дағдысы бойынша жұмыс жасаймыз. Сабағымыздың мақсаты мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру. Сабақ барысында мақсатқа қол жеткізу үшін не істейміз? Бірінші қадам. Жаңа сөздермен танысып, мәтін мазмұнына болжам жасаймыз. Екінші қадам. Мәтіндерді оқып, мәтіндердің мазмұнын салыстырамыз. Үшінші қадам. Ақпараттарды іріктеп, сұрақтарға жауап береміз. Ендеше, мәтінді оқымас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Алдымен берілген сөздерді дұрыс оқыңыз. Сөздер сізге таныс болуы мүмкін. Мағынасын түсінуге тырысыңыз. Сөздерді дауыстап оқыңыз. Сосын дәптерге жазып алыңыз. Бұл сөздер мәтін мазмұнын түсінуге, тапсырмаларды орындауда қажет болады. Келесі тапсырма түрі жаңа сөздерді есте сақтауға бағытталған. Кестеде берілген анықтамаларды мұқият оқып шығыңыз. Ұсынылған жаңа сөздерді қажетті ұяшыққа орналастырыңыз. Тапсырманы орындау үшін сөздікті қолдануға болады. Тапсырманы орындасаңыз, дұрыс жауап нұсқасымен тексеріп шығайық. Сөздердің мағынасына тағы бір рет назар аударып, есіңізде сақтап алыңыз. Негізгі тапсырманы орындау үшін сіз мәтін бөліктерін есіңізге түсіруіңіз керек. Мәтін 3 бөліктен тұрады: кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім. Мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйінін тақырып деп атайды. Ал автордың айтқысы келген басты пікірі негізгі ой деп аталады. Құрметті оқушы, сізге ұсынылып отырған мәтін үзіндісі мен тапсырмалар үлгі екенін есіңізге саламын. Мәтіндерді мұқият оқып шығыңыз. Мәтіндерді оқып болсаңыз, тест тапсырмасын орындаңыз. Тапсырманы орындау үшін сұрақтарды мұқият оқыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, дұрыс жауапқа назар аударыңыз. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада кесте берілген. Тапсырманы дұрыс орындау үшін кестедегі сұрақтарды мұқият оқыңыз. Бірінші, мәтіндерді мұқият оқып, мәтіндерге тақырып қойыңыз. Екінші, әр мәтіннің мазмұнын 2 сөйлеммен ұсыныңыз. Үшінші, мәтіндерге жоспар құрыңыз. Төртінші, мәтіндердің көзделген аудиториясын анықтаңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауап нұсқасымен жұмысыңызды тексеріңіз. Келесі тапсырмада сіз мәтіндердің түрлері мен жанрларын салыстыруыңыз керек. Мәтіндердің қандай түрлері болады? Есімізге түсіріп көрейік. Мәтіннің 3 түрі бар. Оқиғаны сюжет бойынша баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтінді сипаттау мәтіні деп атаса, оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтінді
пайымдау мәтіні деп атайды. Мәтіндерді мұқият оқып, теориялық ақпаратты қолдана отырып, тапсырманы орындап көріңіз. Енді жұмысыңызды дұрыс жауап нұсқасымен тексеріп көріңіз. Төртінші тапсырмаға көшейік. Тапсырмада сізге ақпараттар ұсынылған. Сіз ақпараттарды мәтін бөліктеріне қарай іріктеп, кестеге орналастыруыңыз керек. Тапсырманы дұрыс орындау үшін ұсынылған ақпараттарды мәтін бойынша тексеріп шығыңыз. Олай болса, тапсырманы орындаңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыз, жұмысыңызды тексеріп көрейік. Соңғы тапсырмаға көшейік. Тапсырманы орындау үшін мәтіндердің мазмұнын есіңізге түсіріп, негізгі ойына назар аударыңыз. Ұсынылған сұраққа жауап беріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, ықтимал жауаппен танысыңыз. Сіздің жауабыңыз басқаша болуы мүмкін. Жауабыңыз қате болып есептелмейді. Жарайсыз балақай, сіз тапсырманың барлығын тамаша орындадыңыз. Сізге көп рахмет.